Махаббат ертегісі 26, 27, 28, 29 бөлімдерін қысқаша шолу ретінде баяндап беремін. Куршат өзінің қызының некелескенін, Махирдің некелескенін Сәлімге айтып келіп отыр. Енді не істейміз, олар некелесіп жатыр. Мен қалай да болса Жанпизаны алып келем дейді. Бұнда Сыла да тыңдап отыр. Әкесіне өте ашулы. Ал Сыланың әкесінің қайтыс болғанын әлі білмейді. Жансақтау бөлімінде жатыр. Қарындасы: аға, есіңді оян, тұршы дейді. Осы кезде бар шындықты айтып кетеді. Ол бетін ашып, Сыланың құрсағындағы бала Илмаз әулетінен, тіпті Кемалдан емес екенін айтады. Ал қарындасы шошып кетеді. Аға, бұның өтірік, бұл қалай болғаны деп таңқалады. Махир мен Жанпиза өздерінің бақытты кешінің соңғы күні екенін білмейді. Ертеңгі тойға дайындық десе де бір-бірімен ойнап, күліп, қалжыңдасып жатыр. Ал мұнда Перманның сүйіктісі, көңілдесі келіп мазасын алды. Бұл үйде Перманның әйелі болмаған, әйтпегенде шашын жұлып қолына беретін. Ол келіп: мен сені сағындым, мен саған қаншама SMS-тер жаздым, сен мүлдем жауап бермейсің, тіпті қоңырауыма да жауап бермейсің, мен алдап жүрсің бе деп сұрақтың астына алып жатыр. Бұл әдеттегі Сыланың атасы және Зебданың әкесі. Әке, кешірші, ол ұлды ұлыңызды неге аттыңыз? Оны кешір, ендігі жолы бұлай болмайды, оны қайтадан үйге кел деген сияқты әкесіне жалынып сөйлеп жатыр. Бірақ әкесі: менің ондай ұлым жоқ, енді менде ондай ұл жоқ. Осындай намысшыл сөздерін айтып жатыр. Жанпиза мен Махир оңаша қалып бір төсекте ұйықтады, бірақ араларында ештеңе болмаған сияқты. Екеуі де өте көңілді, өйткені бүгін үйлену тойлары. Ал мұнда Сәлім әдеттегідей ашулы. Оның өзінің еріксіз біреудің өзінің тамағын Куршат келіп жеп қойған, тіпті одан бетер ашулы, жек көріп кетеді. Куршат болса қалайда Жанпизаны алдыға келемін деп ақталып жатыр әлі күнге дейін. Ал мұнда Жанпиза мен Махир той көйлегін таңдау үшін бірге базар аралады. Олар ең әдемі деген, тіпті Жанпиза ұнатқан көйлекті алуға шешім ойлады. Осы жерде ішке кіріп бізге ана суреттегі киімді әкеліңіздер деп жатыр. Ал мұнда Куршат және Сыланың атасы Сәлім үшеуі кездесіп қалды. Бұл кім деп шал айтып жатыр. Немеремді босат дейді. Осы кезде Сәлім ол Жанпизаның әкесі ретінде айтып таныстырды. Ал мұнда Махир өзінің қалыңдығына ең әдемі сыйлықты курьер арқылы алдыртып, оны Жанпизаға сыйламақ. Осылай Жанпизаның бөлмесіне келеді. Бұл жерде барлығы жиналған. Жанпизаның әжесі, қызметшілері, тіпті Махирдің анасы да жүр. Қандай сыйлық деп жатыр. Бұлар қына кеші екен. Қына кешіне сыйлық беру күйеу жігіттің міндеті. Бұл қына кеші өте керемет өтеді. Барлығы сәнді киінген. Жанпиза өте сұлу, қалыңдық болды. Сазтырнай, барабан, барлығы күшті, керемет. Қыздар осылай елеп шығады. Жанпиза бірінші. Осылай керемет көңілді кеш өтіп жатыр. Махирдің атасы тіпті Рашид, Махирдің көкесі болып жүрген нағыз сатқын. Рашид Махирдің өзі досы, Жанпизаның әжесі, барлығы осы тойда керемет көңіл күйде. Тіпті Сараның өзі көңілді. Осылай билеп, Махир осы барабан тартып, өте көңілді кеш өтті. Ал мұнда Сәлім Сылаға әкесінің ауыр халде больницада жатқанын айтты. Оның өз атасының атқанын айтты. Осы кезде Сыла шошып кетті. Мені, әкемді құтқаршы, мені де атамнан құтқар деп Сәлімге жалынып жатыр. Ал мұнда басы ауырған әдеттегідей Асеп ханым оған қызметшісі киімін әкеліп: тоңып қалдыңыз, енді суықта үйге кіріңіз дейді. Жоқ, кірмеймін, далада таза ұждамын деп. Осы кезде Перман келеді: анам деп. Не болды дейді. Осы кезде әкесінің хабарласқан және әкесінің Жанпизамен Махир қына кешінде Жанпизамен билеп, ұлттық билерін билеп, той алдында осылай өте қызықты, көңілді кеш болып жатты. Бөлмесіне келген Жанпиза шошып кетті, өйткені бөлмесінде Жанпизаның әкесі Куршат күтіп отыр еді. Қызым, мен саған бірден айтуым керек дейді. Ол айтатыны: Сәлімнің қолында Сыла отыр, ол жүкті, ол егер сен Сәлімге бармасаң, Сыланы өлтіріп кетеді, тіпті Сыла емес, ішіндегі сәбиін де. Сенің мойныңа бір емес, екі адамның қаны жазылады. Өмір бойы сол ішінде мен сияқты өкініп өтесің. Есіңді жи, тезірек Махирді той күнін тастап Сылаға бар деп
Сәлімге бар деп айтып жатыр. Ал мұнда Махир тұрған бөлмешелері бөлек. Оған досы Салих келіп, Орханның қайда тұрғанын айтты. Асығыс киінген Махир бұл жерге баруға кетті. Түнімен жылап келген Чичихан Жамбес аға Махир келіп, не болды, не жағдай болды дейді. Жоқ, ештеңе жоқ, тек басым ауырған, болмаса бәрі жақсы деп алдап жауап берді. Өзі де көңілсіз, қанша ақ көйлек киіп сәндесе де көңілсіз болып тұр. Ал мұнда әкесі Куршат қонақ үйде күтіп отыр. Қайта-қайта сағатына қарап қояды, қай уақыттан жете келетін. Өйткені Сәлімге барып түсу керек. Махир Орханды ұстау үшін өзінің әкесін және анадағы қылмысты жоспарды бұзғанын білгісі келу үшін Орхан тұрған жерге кетті. Әжесі немересінің көңіл-күйі нашар екенін біліп, одан қайта-қайта сұрап жатыр, сенде бәрі дұрыс па деп. Әже, менде барлығы дұрыс, той алдындағы уайым деп жауап берді. Нақты шындықты әлі де айта алмады. Емханада өз ұлын өлтірген төре екі қолына қарап жылап жатыр. Тіпті қарындасы да жылады. Махмуд енді жоқ, өйткені ол больницада қайтыс болды. Өз ұлын осылай өлтірген әке енді не істерін білмеді. Ал Перман болса, әке, енді не істейсіз? Сылаға бәрібір Махир үйленбейді, өйткені Махирдің бүгін үйлену тойы болды. Осылайша жеткізіп жатыр. Ал Махир Орханда тек шындықты айт, сенің артыңда кім тұр, кім бұлай бұйырды дейді. Орхан болса ештеңе айтпады. Қасында тіп Салих те бар. Орханды өлтірем деп қорықты да ол шындықты айтар емес. Содан кейін Салихты өлтіргелі жатқан кезде Сабаш келіп Махирді атып кетеді. Сабашты өлді деп жүргенбіз, бірақ өлген жоқ. Махир ішін ұстап жерге амалсыз құлайды. Осы уақытта Салих Орханның ізінен қуып кеткен еді. Ендігі Махир аман қала ма, тірі қала ма, оны келесі сериясында айтамын.